Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомызда Аллах тағаланың көркем есімдерін одан әрі жіті тануға тырысатын боламыз. Аллах тағаланың көркем есімдерін танып білуге кеткен уақыттарыңызды береке мен сауаптарға толтырсын. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны Алла разылығын тілейтін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Осыған дейін біз Алла тағаланың 1 мен 33 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттерін айтқан болатынбыз. Ендеше 34-ші көркем есім Әл-Азим, ұлық, ардақты. Толық мағынасы аса зор, кеңшілік иесі, мәртебелі, ең ұлы, оның мәртебесінің басы да, соңы да жоқ. Әл-Азим есімінің қасиеттері: біріншіден, сөзінің әсерлі және өтімді болу үшін бұл есімді 1020 рет зікір етуіміз керек екен. Ал екінші қасиеті, кімде-кім осы есімді күнде 1020 рет қайталайтын болса, Алла оған қиыншылықтарын жеңетіндей қуатты табандылық береді екен. Бәріне сөзі өтімді және сыйлы, құрметті болады екен. Үшінші қасиеті, кімде-кім осы есімді таңғы намаздан кейін 1020 рет тастамай қайталап жүруді әдетке айналдырса, қысқа уақыт ішінде рухани тұрғыда жоғарылай бастайды. Алла тағала оған махаббат киімін кигізіп, құлдарына сүйдіреді. Өзі туралы білінгенін қаламаған нәрселерді Алла тағала жасырып қалады. Қорқынышы сейіледі екен. 35-ші көркем есім Әл-Ғафур, кешіруші, кешірімді. Толық мағынасы кешіруші, күнәларды кешуші, кешірім сұраушыларды күнәлары үшін қолға алмайды, жаман істерін жақсы амалдарға ауыстырады. Әл-Ғафур есімінің қасиеттері: бірінші қасиеті, күнәлардың кешірілуі және жаман мінез-құлықтан сақтану үшін бұл есімді 1286 рет зікір етуіміз керек екен. Ал екінші қасиеті, бұл есімді үзбей қайталап жүрген адамды Алла тағала кешіреді екен, таршылықтан құтылады екен, қорыққандарынан сенімді болады екен. Ашулы, ызалы адамдарға қарсы Әл-Ғафур есімін айтса, олардың ашуы басылады екен. Мінеки Әл-Ғафур есімінің осындай керемет қасиеттері бар екен. Үшінші қасиеті, әр парыз намаздан соң осы есімді айтуды әдетке айналдырған адамға аспан халқы, яғни періштелер, тілек қалауларының орындалуына көмектеседі екен. Төртінші қасиеті, кімде безгек, бас ауруы немесе қандай да бір уайым қайғы пайда болса, осы есімді бір қағазға қатарынан 3 рет жазып, қасында, қойнында ұстап жүрсе, Алла тағала оны шағым еткен нәрседен шипа береді екен. Бесінші қасиеті, бұл есімді айтып жүрген адамның ақтық демде кәлима шахадат айтуы оңай болады және оңай жан тапсырады екен. 36-шы көркем есім Әш-Шакур, алғыс иесі, жақсылыққа қарымта қайтарушы. Толық мағынасы шүкірді қадірлеуші, адамдарға шүкірлік айтқаны үшін мәрхамет етеді, құлдарына көркем істері үшін ізгілік етеді. Әш-Шакур есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші қасиеті, бағымыздың ашылуы үшін, өзімізге берілген нығметтерге әрдайым шүкіршілік ету үшін, мол ризық несібеге қол жеткізу үшін біз бұл есімді 526 рет айтуымыз керек екен. Екінші қасиеті, бұл есімді қайталап жүрген адамның дені сау және шүкіршілікпен өмір сүреді. Тапқан табыстары уысынан шығып кетпейді және нығметтері де жеткілікті болады. Залымның зұлымдығынан және дұшпанның дұшпандығынан аман болады екен. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Алланың қалауымен бұйырса, алдағы уақытта көптеген пайдалы, иманыңызды арттыратын, Алланың разылығына бөлейтін видеолар шығатын болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.